Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, урматтуу биздин каналдын көрүүчүлөрү, урматтуу биздин жалпы катталуучулар. Биз Оштогу туугандар Озгор айылында жүрөбүз. Бул жерден силерге өспүрүмдөр, жаш тайлар сатууга чыгып атат экен. Азыр мына 1-2 тору кашка тайлардын маалыматын айтабыз. Мына б сатылбайт экен. Андыктан туугандар, жаш тайлар экранга чыкты. Азыр тайдын теги кандай? Ошол боюнча туугандар тайдын ээси Жеңиш акадан сурап берем. Жеңиш ака, ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Жакшысызбы ака? Аллага шүгүр, өзүң кандай? Соолугуңуз кандай? Тынчпы? Жакшы, рахмат. Ака, канча жылкы чыгат бүгүн? Ошону айтып коюңчу. Самир, бүгүн эки тайдын кулундарды чыгарайын деп атам. Кулум тайлар булар, а? Ооба. Жабага. Жабага. Бирөөсү Замир августта туулган. Жайда. Мына чоң кашкасы. Мынанысы? Мынасы чоң кашкасы. Мына достор, Бул энеси бул. Бунун энеси мынау. Ооба. Кичиненин. Ооба. Бул энеси сакоолоп азыр эң жакшы болуп калды. Ошондо деле эмип атты жана. Ошондо ушул экөө сатууга чыгып атат, а? Ооба. Эки. Мынау оң жактагы тору бул неме? Келсе энесин көрсөтөм, бул чоң бээрин баласы. Экөөнүн атасы бир. Экөөнүн атасы бир ат. Ооба, бир аттын баласы. Кандай ат, Жеңиш ака? Ушу данча менен кара байыр аралаш. Мындай чоң атпы же орто бойлуу? 1.65 эле, үстүлөрү толуу жакшы ат эле да. Улакка чабылып жүргөн, а? Улакка чабылып жүргөн кийин бутунан кетип анан жок болду да. Ошолордун уруктарынан бар, менде кыздар уже алды, уже 3кө чыгат быйыл. Значит, жакшы ат экен эле да? Жакшы ат, жакшы. Азыр эми ушуларды алып калдым эле, шартка байланыштуу ушу экөөнү сатайын деп атам, Замир. Жакшы ака. Бизде дагы чыгардыңыз беле да, бир эки күчтүү аттарды, а? Экөө эле? Ооба. Баягы атактуу Данчактын уругунан депчи? Ооба. Эми ака, ушу менен чогуу дагы бир тай чыгат экен, а? Кунан. Ооба, дагы бир кунан бар, ооба. Кунан бар, ошону да көрөбүз азыр. Ошондо бирөө мына августта туулган. Ооба, мына оң жактагы чоң кашка бул августта туулган жайлоодо, мына майда туулган. Мына майда туулган. Азыр мына энеси эмген үчүн чогуу эле чыгарып атам, Замир. Мындай жегендери, ден соолуктары жакшы болот экен. Жем жейт. Чөптү жакшы жейт. Чөп жейт, ден соолуктары жакшы. Туяктары таза ака. Туяктары баардыгы таза, бурсактуу, баардыгы Кудайга шүгүр. Эми бирге чыгат экен да булар, августта, майда, Кудай кааласа. Кудай кааласа, мына 2023-жылы бирөөсү майда, бирөөсү августта, Кудай кааласа бирге чыгышат. Балар кандай коюлат ака, экөөнүкү? Баларыны 75 000 сомдон деп койдум. 75-тен 150 000 сом экен да? Ооба. Мына экранга мен жазып коюп атам туугандар. Тайды бир жанынан баралы. Эгерде качпаган болсо, бир жанынан барып көрсөтөйүн. Мына. Тай. Жабагы тайлар. 75 000 сомдон. Кеми бар. Тумшугун сыгып туугандар туудурган ушул тайларды. Тайлар кол бала. Андыктан сурап берсеңиздер болот. 75 000 сомдон. Кийинкисин айтабыз анда. Мына туугандар, анда эмесе биз экинчи, бул үчүнчү тай болду. Буурул кашка экен. 4 тояк ак келген, бою бийик. Азыр боюн ченемин өлчөп силерге Жеңиш ака айтат. Эми ака, бунуңуз деле өспүрүм да, туурабы? Ооба, бул азыр жашы 2де майга чыгып, майда Кудай кааласа 3кө чыгат. Майда 3кө чыгат. Ооба. Майда бушты. Буну туулгандан бери билесиз? Билем, бул 17-16 майда туулган, 20-жылы, 20-жылы туулган. Ошондо кандай, сиздин бээңизден туулганбы же башка жактан келгенби? Жок, буну досуман алганмын өзүчө. Туулгандан бери көрүп жүрүп досуман алгам. Атасы данчак эле, өтө чоң, 1.70-ден бийик эле да, чоң данчак эле. Атасы? Атасы жакшы ат деп ошо 4 бээге коюп, ошонун бирөөсү туулган да. Заказной болуп турду. Ооба, анан жакшы. Ушу тапта бою канча чыгат ака, бою? Азыр 1.65 чыгып калат неме, Замир. 1.65, а? Тишин бир көрсөтүп койбойлу? Тишин көрсөтүп туруп. Бирок 2 жашка чоң экен, бирок бою, а? 2 жашка. Менге кылып үйрөтүп койгонсуз. Ооба. Так. Мынакей неме, Замир. Так. Мынакей түшөлөк немесичи.
Құда қаласа майға барып үшке шығады. Майға бышты. Бышты болады. Көкіректерін істерге. Омырыларын алайын. Қачан үйренді ака бұл? Бұл бұйыл ұшы көйрек мені отады ұжачы. Көйрек мені отады. Тарбиясынан келіп отады. Тарбиясынан келіп отады ұжачы. Улақ-бұлақ көрілік бір аға. Улақ-бұлақ. Балам апарып, біздегі айылда така улақтарға салып неме қылады. Бұттарын қара, Бұттары. немелері қара, қазықтары машалла. Азықтары жақсы екен, а? Жоғыннандай. Азық туат екен. Еш, мынандай немесі жоқ па аға? Айып жоқ бұт аяқта? Жоқ, бұттарында, денсаулығында, жеу ішінде еш айып жоқ. Айып жоқ, а? Алла тұрған адам келіп, чөп беріп, бір-екі күн бағып, қарап, мені көріп алады. Немесі жоқ. Жеші жақсы екен. Мөнөзі қандай? Құрч па аға? Мөнөзі құрч, ерке. Ерке мөнөз. Bir мынандай бұрып неме қылып қойшы. Бұролары қандай келіпті бір көріп қойала. Бұл жаққа. Секін. Артында... Bir тақасы ұшып қалыптыр. Болды. Қайғалақта. Емі құда қаласа бағу келіште дағы өсе тұрғана бұла? Зәмір құда қаласа, бір жақшы адам қолына барса, жақшы ат болады деп ойлаймын. Үстін көріп қойылы бір. Мына туғандар, бұрыл. Бұл қандай бұрыл бол өзгеріп кетті тоқшайды, әгі? Білбейм, Зәмір, неме дейді қой бұны баяғы түсін... Не деді бе? Чабдар. Сөз чабдар болшы мүмкін бе? Үстілері тола жақшы бір. Мына үстілерін көріңіз ең. Басын қанша деп қойса әке? Зәмір 4,5 мың деп. 4,5 мың доллар. Ау. Еркелеткен қайманаты бар ба? Біз шақ деп еркелетіп қоямыз. Шақ. Шақ баяғы шоқ емес просто. Шақ, а? Шақ болды. Мына достар, шақ деген бұл 3-ші номер. 4,5 мың долларға өспірімдің басы бағаланды. Бойы биік екен. 1,65 шығады, а? 65 шығады. Шығады, құда қаласа келешекте дағы өсе тұрған өспірім. Достар, мына тайлардың бағасы дағы 75-тен бағаланды. Андықтан Жеңіс Аканың номері экранға қойылып отады. Туғандар, чалып сүйлессеңіздер болады. Содаңызға береке болсын, Жеңіс Ака. Рахмат. Çox rəhmət.